Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге лаваштан чипсы жасауды көрсететін боламын. Үйде қатып қалған, ортасы жыртылып тұрған лаваш болса, осыны чипсы жасап көріңіз. Міне менікі де ортасы жыртылып, шеттері қатыңқырап қалған болатын. Сосын мен оны не жасамасам болады екен деп тұрып, чипсы жасап көрдім. Өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады, тез жасалады әрі. Жасап көріңіздер. Осылай ірі турайсыздар. 3 бұрыштап турап шықтым. 4 бұрыштап турасаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Осылай турап шыққаннан кейін бір ыдысқа салып қойдым. Келесі біз приправасын жасаймыз. 2-3 қасық сұйық майымызды құйып, тұзымызды, паприкамызды және мен кішкене укроп қостым. Қоспасаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып алып, жаңағы лавашымызды салып жақсылап араластырамыз. Сосын духовкада қатты қызып тұрған пеште 200 градус, 250 градуста 3-4 минут қана қойып аламыз. Духовка жоқ болса, микроволновкаға қыздырып алсаңыздар да болады, бірақ ол жерде градусын қосуларыңыз керек және 5-10 минутқа қойып шығасыздар. Мінекей, менікі 5 минут кетіп қалды. Негізі 3-4 минутта алыңыздар. Қызарып бастаған кезде алып жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мен қатты қап-қара болып кеткендері кішкене күйген дәм шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.